Ассалаумағалейкум достар. Бүгін стартерді кнопкаға қалай жабылу керектігін көрсететін боламын. Мына жақта силовое питание, мына жақта команда жүреді стартерде. Осы командаға бірінші реле керек. Сосын мынандай без фиксации кнопка керек. Мына фиксациясы жоқ көріп тұрғандарыңыздай. Реледе 4 ножка болады, универсальныйда 30-ға біз плюс беретін боламыз постоянно. Мына жағында 85 дегенге от замка беретін боласыздар, мен постоянно беретін боламын. Қолмен кішкене ыңғайсыздау. Мына осында 87-ні біз стартерге береміз. Мына көріп тұрғандарыңыздай стартердің проводы соңына келіп ықтап бердік. 86 қалды бізде. 86 деген ножкаға біз кнопканы қоятын боламыз. Масса арқылы жұмыс жасайтын болады ол. Сол кезде нагрузка аздау болады кнопкаға. Кнопка, екі ножкасы бар. Вообще ыңғайсыздау өте. Сосын масса, мынау масса менде. Бұл массаны алып, мен кнопкаға беріп жатырмын. Енді сіздерге түсінікті болсын деп осылайынан жасаймын. Кнопка тұр, дайын бәрі. Кнопканы басам. Әлі осылайынан жалғайтын боласыздар. Еш қиын жер жоқ. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.